Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді және тез дайындалатын салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде бейненің соңына дейін менімен бірге болып дайындап көріңіздер. Өте жеңіл және дәмді салат. Ең бірінші кезекте піскен сәбізді үкіштен өткіземіз. Мен басында форманы қойдым да салатқа арналған, кейін алып тастадым. Кішкене ыңғайсыз болды. Мен қайтадан форманы қойып жатырмын. Енді мені сәбізді реттеп, осы формамен бір келкетіп қойып шығамын. Қолымда силиконды осындай қасық. Майонезді жағамыз осы піскен сәбіздің үстіне. Патшубаға кішкене ұқсас, бірақ патшуба емес. Майонезді жақсылап жағамыз. Екінші кезекте бізде сыр кетеді. Яғни өздеріңізге ұнайтын, дәмді, үнемі жеп жүрген қатты сырды қосасыздар. Үкіштен өткіземіз. Мен үкіштің кішкентай пышағынан өткізіп жатырмын. Осы қолмен бір келкі етіп қойып шығамын сырды. Және де сырдың үстіне мен майонез салмаймын. Себебі сыр майлы, бірден 2 жұмыртқаны үкіштен өткізіп саламын. Мен бір тарелкаға ғана дайындап жатырмын. Сол бойынша қажетті заттардың барлығын осы бейненің төменгі жағына жазып қоямын. Егер сіздер қонақ шақырып жатсаңыздар, өте көп салат қажет болса, онда кішкене көбірек заттарды аласыздар. Мен үкіштен өткізіп жұмыртқаны. Осы қолмен бір келкетіп жұмыртқаны салып шығамын сырдың үстіне. Содан кейін майонезді жағамын. Мені майонезді осылай жақсылап үстіне жағып шығамын. Яғни саламын. Содан кейін кішкене изюм қосамын. Дәмді болады. Изюмның үстіне піскен қызылшаны үкіштен өткіземін. Өте оңай салат және дәмді, ең бастысы жеңіл салат. Бірден желініп кетеді. Мына қызылшаны осылай силиконды қасықпен бір келке етіп осылай қойып шығамын. Майонезді жағамыз. Тұз қоспаймын мен, себебі майонездің өзінде тұз бар. Егер қажет болса, тұз кішкене қоссаңыздар болады дәміне қарай. Салат дайын, өте тез дайындалады. Енді әдемілеп шығамыз. Мен осылай укропты шетіне қойып шығамын, туралған укропты. Содан кейін ортасына әдемілік үшін грек жаңғағын қоямын. Бірақ ол міндетті емес. Мен осындай өте әдемі, тез, жеңіл салат болып шықты. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.